Сәлеметсіздер ме оқушылар? Екінші нұсқа 8 сыныптың тжб-сы. Бірінші есепте тест түрінде берілген, яғни мынандай сандар ішінен нақты сандар ішінен иррационал сандарды таңдаңыз дейді. Яғни иррационал сан бұл жерде д болады. Яғни түбір асты 29, ешқандай түбірден шықпай, және пидің мәні бізде 3/14. Осы д вариант. Екінші есепте түбір асты 5 сан төмендегі сан аралықтардың қайсысына тиесілі. Яғни түбір асты 5 деген бізде шамамен 2-де 23 деген санға тең. Яғни 2-ден үлкен деген сөз. Сонда мына сандарға кіреді. Немесе былай табуға болады ғой. Түбір астында 4-ден шығатын сандардың жинақтап жазсақ болады. 5, мұнда 9-дан шығады түбірден. Сонда мына жақта 2, мына жерде 5, содан кейін мына жерде 9-дан 3 шығады. Сонда яғни 2-ден үлкен болатын сан, 3-ден кіші болатын сан деп есептесек те болады. 2-ден үлкен болатын бұл жерде мына В вариантында көрсетіліп тұр. Осы болады. Мынау 20 болып кетті, мынау 1,2-1,1-ге дейін ғана. Мынау одан кішкентай сан, одан кішкентай сан болып кетті. Сонда В варианты болады. Үшінші есепте түбір астында 250 көбейтілген 90-ды есептеңіз дейді. Біз білеміз 250 25 көбейтілген 10, 90 деген 9 көбейтілген 10 дегенді білдіреді. Сонда 25 деген бізде 5-тің 2 дәрежесі болады, 10 екеуі бізде 10-ның 2 дәрежесі, 9 3-тің 2 дәрежесі болады. Сол кейінде түбірден шығара салайық. 5 көбейтілген 10 көбейтілген 3. Яғни 5-ке 3-ті көбейтсем 15, 15-ке 10-ды 150 болады. Жақсы. Төртінші есеп сандарды салыстырыңыз дейді. Яғни 8 түбір астында 300, 5 түбір астында 200. Яғни 8-ді түбірдің астына кіргізсек 69 көбейтілген 300 болады. 5-ті түбірдің астына кіргізсек 25 болып кіреді. 25 көбейтілген 200. Сонда 64 3-ке көбейтсек 12 бір ойда, 18, 19, 2-0 тіркем. 190, 19-ның 200. Мына екеуін көбейтсек 50, 25-ті 2-ке 50, 2-0 тіркем. Сонда 19-ның 200 көп. Сонда 8 бүтін көп. Бесінші есеп бөлшек бөлімін иррационалдықтан құтылыңыз дейді. Яғни 21 бөлінген 5 қосылған түбір асты 18 деген сан. Иррационалдықтан құтылу үшін тура осы санның айырмасына көбейтемін. Көбейткенде бөлімінде алымында бірдей көбейтемін. 5 азайту түбір асты 18. Мағына өзгермеу керек. Сонда бөлімі де бізде 5-тің квадраты азайтылған түбір асты 18-дің 2 дәрежесі болады. Ал мынау 21, 5 азайту түбір асты 18. Сонда 25-тің квадраты 25, азайтылған 18, түбір асты 18-дің квадраты 18-дің өзі. Мынау 21, 5 азайту түбір асты 18. Сонда 25-тен 18-ді азайтсақ бізде 7 болады. 5 азайту түбір асты 18. Мына жер 7 болады, қысқартып жерем 3. Сонда 3 жақша ішіне 5 түбір асты 18. Немесе түбір асты 18-ден тағы шығаруға болады. Жақша ішін көбейт жерсек 15 азайту. 3-ті жақша сыртына шығарсақ, мынау 18 деген 9 көбейтілген 2 ғой. 9-дан түбірден 3 шығып кетеді. 3-ке 3-ті көбейсең 9 түбір асты 2 деп те жинақтап жазсақ болады. Алтыншы есеп өзенде көпірдің биіктігі түбір асты 15 метр. Осы көпірдің астынан биіктігі су деңгейінен 3,2 метр болатын өзен кемесі өте алады ма дейді. Яғни салыстырамыз. Түбір асты 15 деген санмен 3,2-ні салыстыру ғой бізде. 3,2-ның 2 дәрежесі қылып кіргізсем, бізде түбірдің астында 10,24 деген сан шығады. Түбір асты 15-пен салыстырамын. Демек бізде 15 деген санымыз үлкен болып тұр. Жауабы яғни 3,2 метр болатын өзен кемесі өте алады.
өте алады. Жақсы. 7-ші есеп өрнекті ықшамдаңыз деді. Өрнекті ықшамдау үшін жақшанышын бірінші орындап алам. Бірінші амал деп. Түбірасты x, түбірдің астында түбірасты x қосылған түбірасты y болады. Қосылған түбірасты x минус түбірасты y. Яғни бір-біріне ортақ бөлім беремін. Мынаған түбірасты x минус түбірасты y-тан, мынаған түбірасты x плюс түбірасты y-тан. Сонда x-қа көбейтем. Түбірасты x пен түбірасты x көбейтсем x болады. Азайту түбірасты y пен түбірасты x-ті көбейтсем түбірасты x y болады. Қосылған түбірасты x-қа x болады. Мына екеуі қосылған түбірасты x y болады. Бөлімінде түбірасты x-тің 2 дәрежесі азайтылған түбірасты y-тің 2 дәрежесі болады. Сонда бізде мына екеуі жойылып кетеді түбірастылар алымындағы. X-қа x-ті 2x болады. Мына бөлімінде квадраттар кетсе x минус y болады. Екінші, сол x түбірасты y, азайту y түбірасты y бөлімінде 2 көбейту жақшаның ішінде бізде 2x, x минус y шықты. Яғни мына жерде түбірасты y-тарын жақшаның сыртына шығар жерге болады. Ұқсас мүшелер жақшаның сыртына шығарамын да. Мындай амалға келтірем. 2x, x минус y. Мына екі жойылады, екілер жойылады. Сонда бізде болады x түбір астында y болады. Жауабы x түбір асты y. 8-ші есепте y тең түбірасты x функциясы берілген. А есебінде мына нүктелердің функциясы тиісті ме дейді. Яғни А нүктесінде 63-те 3 түбір асты 7. Яғни мына x-ті мына y-тің орнына қоямын. Y түбір асты x-қа қоям. Так, түбір асты x-қа түбір асты 63 қып қоямындағыны тең түбір асты, яғни 9 көбейтілген 7 ғой бізде. 9-дан 3 шығады, түбір асты 7. Яғни тиісті. Тиісті деп қойайын. Екінші бізде v 49-да минус 7 x y орнына қоям. Яғни түбір асты 49-дан бізде 7 шығу керек. Бізде минус 7 шығып тұр. Тиісті емес. Тиісті емес. С есебінде 0,9, 0,3. Яғни 0,9 түбірдің астына алсақ, 0,3 шығады. Демек, тиісті екен. Тиісті. Жақсы. Б есебінде егер x тиісті 0 бен 25 де болатын болса, онда қандай мәндерге ие болады? Егерде түбір x-тің орнына 0 қойсам мен, онда 0 болады мәні, y тең мәні. Егерде x-тің орнына мен 25 қоятын болсам, онда 5 шығады. Сонда бізде y тиісті болады 0 мен 5. Яғни функцияның мәндерге ие болады. Дәл осы v есебін шығарсақ, егер y тиісті 9-да 17 болатын болса, аргументтің мәнін табыңыз дейді. Демек, керісінше берілген y-тің орнына қоям. Түбір асты x тең 9 қай уақытта болады? Яғни x-ім 81 болғанда. Сол сияқты түбір астында x-ге қай уақытта 17 болады? Егер 17. Так, 17-нің квадраты болғанда x тең 289 болғанда. Сонда x-міз тиісті болады 81-де 289.